Мұхаммед Алиді бәрі білет. Тіпті 80 жасар әжеден сұрасаң да, оны ұлы боксшы деп атайды. Бірақ бұл жай боксшы емес. Ол нағыз аңыз адам. Дәл солай. Барлығы 20 ғасырдағы ең танымал спортшының жетістіктері жайлы білгенімен, оның жеке өмірі жайлы біле бермейді. Қазір оны барлығы тек атақтылық тұсынан таныса, өз заманында оны Американың жартысы жек көрген. Мұхаммед Али өзінің сенімінен, бағыты мен көздегенінен қайтпас үшін тек рингте ғана емес, өмірде де барлығына қарсы тұрды. Бұл шығарылымда біз спортқа емес, ұлы Мұхаммед Алидің өміріне, көзқарастары мен қиындықтарына назар аударамыз. Сегрегация, сатқындық және нәсілдік соғыстар әлеміне енеміз. Сондай-ақ христиан Мартин Лютер Кинг пен исламшыл Малкольм Икс арасындағы алауыздық туралы айтамыз. Ал бейненің соңында сіз Мұхаммед Али неліктен ұлы екенін түсінесіз. Кассиус Клей, яғни Мұхаммед Али, өзінің атақ-даңқына жету үшін ұзақ еңбек етіп, көптеген қиындықтардан өткен. Мен де өзімнің арнамды дамыту үшін, сіздерге шығарылымдарым ұнау үшін көп күш жұмсаудамын. Оны өздеріңізді байқаған шығарсыздар. Осы еңбегіме қолдау көрсету үшін менің Boosty арнама жазылуды ұсынамын. Boosty өз көрермендері бар авторлар өз шығармашылығын монетизациялауға арналған платформа. Мен секілді авторлар осы Boosty'ға өзінің эксклюзивті видеоларын жүктейді. Ал көрермендер өз кезегінде авторды жазылым арқылы немесе бір реттік донат арқылы қолдайды. Сервистің комиссиясы небәрі 10%, және төлемдер күнделікті жүргізіледі. Boosty арнамда мен өзімнің өміріме қатысты эксклюзивті контент жариялайтын боламын. Қалай YouTube арнама шығарылымдар жасаймын, қай жерде жұмыс істеймін деген секілді. Сондай-ақ сіз Boosty платформасында менімен тікелей сөйлесе аласыз. Және менің келесі шығарылымдарымның барлығы бірінші болып дәл осы Boosty'ға жүктеледі. Себебі дәл осы Boosty менің шығармашылығымды дамыту үшін үлкен қолдау көрсетті. Енді қалғаны сіздің қолдауыңыз. Платформаны қолдану өте оңай, және ең бастысы сіз бейне роликтерді жарнамасыз көре аласыз. Boosty арқылы тапқан табысымның барлығы менің деректі фильмдерімнің сапасына жұмсалады. Осының барлығын ескере отырып, менің Boosty арнама міндетті түрде тіркеліңіз. Дәл қазір сілтеме арқылы өтіп, менің YouTube арнамда жоқ шығарылымды осы Boosty'ден көріңіз. Сілтемесі төменде. Сондай-ақ сіз де Boosty'ге тіркеліп, өз шығармашылығыңыздан ақша тапсаңыз болады. Кассиус Марселлус Клей 1942 жылы 17 қаңтарда Кентукки штатындағы Луисвилл қалашығында дүниеге келген. Анасы Одесса Клей, ал әкесі құлдың ұрпағы Кассиус Клей бірінші. Штат оңтүстік болып саналғанымен, солтүстікке өте жақын орналасқан. Ал солтүстік штаттарда қара нәсілді адамдарды жек көретінін тарихтан жақсы білеміз. Қаралардың барлығы қалашықтың солтүстік батысындағы кішкентай ауданда, ақ адамдардан алыс жерде өмір сүреді. Осы аудандағы Грен Эвеню көшесінде Кассиустың балалық шағы өтті. Кассиустың Рудольф деген інісі бар. Отбасы қарапайым. Кассиустың әкесі суретші, қолөнерші болып жұмыс істеп, жарнамалық плакаттар салатын. Мынау көріп отырғандарыңыз Кассиустың әкесі салған суреттер. Ал анасы қарапайым үй тазалаушысы. Олардың отбасында ерекше болған жалғыз нәрсе бұл олардың есімдері. Әкесі де, ұлы да құлдыққа қарсы шыққан ақ адамның есімін алған. Кассиус Марселлус Клей бастапқыда өзі де құлдарды ұстаған, бірақ кейіннен құлдарды босату үшін күрескен адам. Кассиус Клей қаладағы қараларға арналған мектепке барады. Ол қара адамдар үшін салынған ауданда тұрады. Қараларға арналған асханада тамақтанады. Киімді сатып алар да, ол киіп те көре алмайды. Ол заманда тіпті шіркеудің өзі ақ адамдарға және қараларға деп екіге бөлінген. Бүкіл Америкада қаралар екінші дәрежелі адамдар болып саналады. Олар тіпті малмен теңесті. Осында әділетсіздікті көріп өскен Кассиус анасына келіп, неліктен қара нәрсенің бәрі ақ, ал жаман нәрсенің бәрі қара? Неліктен қара мысық сәтсіздікке әкеледі? Деп сұрайды. Бұл сұраққа тек үнсіздікпен жауап беруге болады. Миссисипи штатында Эммет Тилді өлтіру Кассиустың жанына жарақат қалдырады. Эммет есімді 14 жасар қара нәсілді жасөспірім ақ нәсілді сатушы қызға қырыңдайды. Бұны естіген сатушы қыздың күйеуі ағасымен бірге Эмметті ұрлап, ұрып-соғып, басынан атып, денесін өзенге лақтырады. Ал қазылар алқасы дәлелдерге қарамастан өлтірушіні ақтайды. Қаншалықты қорқынышты көрінгенімен, оңтүстік штаттарда мұндай жағдайлар жиі кездесетін. Қара адамның өлімі ешкімге маңызды емес.
Алайда бұл шешімге келіспеген Эмметтің ата-анасы жерлеу рәсімдерін өткізе отырып, қоғамдық шу шығарады. Баланың денесі ашық табытта жатты. Оның фотосуреттері бүкіл Америкадағы газеттерге тарайды. Баланың жәбірленген денесіне қарау мүмкін емес. 13 жасар Кассиус бұл суреттерді өз көзімен көреді. Эммет одан бір-ақ жас үлкен. Бұл жағдай әрине оның есінде таңба басылғандай сақталады. Санасына әсер етеді. Ол көшеде көрген әрбір қара ұл қыздың бет әлпетінде Эмметтің бейнесін көрді. Эмметтің орнына өзін, немесе інісін қойды. 20 ғасырдағы қара нәсілді адамдардың басты мәселесі қандай? Құлдықтың жойылғанынан біраз уақыт өтті. Бірақ адамдардың жағдайы жақсарған жоқ. Құл саудасына тыйым салу жай ғана қағаз беттерінде қалды. Алайда бұл құжат ақтар мен қаралардың деңгейін теңеген жоқ. Барлығына себеп сегрегация. Сегрегация дегеніміз адамдарды нәсілдік, этникалық топтарға мәжбүрлеп бөлу. Қаралар мен ақтарды бөлу қара нәсілді адамдардың кейінгі бірнеше ұрпақтарына әсер етті. Саясаткерлер ақтар мен қараларды барынша бірін-бірінен алшақ ұстасақ, нәсілшілдік мәселесі шешіледі деп сенген. Егер ақтар мен қаралар екі жақта болса, нәсілдік қылмыстар аз болады. Афроамерикалықтар өз мәдениетін, әлеуметтік байланыстарын сақтайды, өз бизнесін құра алады. Ақтармен бәсекелеспейді деген жарқын ой туындады. Алайда бұл жоспар іске асу үшін қараларда білім орталықтары да, дағдылары да болған жоқ. Оларды жай ғана еш құралсыз шетке ысырып тастады. Қаралар құлдық санамен қалып қойған. Бастарына түскен бостандықты қалай пайдалану керектігін мүлдем білмейді. Олар өзгерістерден қорықты. Сондықтан кішкентай Кассиус Клей әлемдегі ең танымал адам боламын деп айтқан кезде, барлығы оны есі ауысқан ақмақ деп санады. Бірде-бір адам қара баланың атақты бола аларына сенбеді. Бірақ Кассиус оларға мән бермейді. Алайда ол өз арманына жету үшін қандай бағытты таңдау керектігін білген жоқ. Таңдауды тағдыр жасады. Бірде Кассиустың велосипедін көрші бала ұрлап кетеді. Сол баланың бетін ет қылу үшін Кассиус бокс үйірмесіне жазылады. Осылайша ол өміріндегі ең маңызды қадамды жасайды. Кассиус 12 жасынан бастап қала мен штат чемпионаттарында жеңіске жете бастайды. Жекпе-жектерінің бірінде өзінен салмағы ауыр мектептегі бұзақыны да ұрып жығады. Оның дене бітімі мықты болмаса да, техникасы кез келген адамды таңғалдыратын. Салыстыру үшін бір сурет көрсетейін. Міне, 14 жасар Кассиус Клей, қарапайым жас өспірім. Ал мұнда 15 жасар Майк Тайсон, құдды бір бұқа дерсін. Кассиус 18 жасқа толғанда Римдегі олимпиадаға барады. Ол барлық 4 жекпе-жегінде жеңіске жетеді. Алайда халықты тәнті қылған оның жеңістері емес, харизмасы болады. Ол мақтанған кезде алдына жан салмады. Сөз артынан сөз шығып, әлемдегі ең танымал ауыр салмақтағы боксшы боламын деген әңгімесі де камераға жазылды. Рим көшелерімен серуендеу кезінде Кассиус нәсілдерге бөлінбейтін елде өмір сүрудің қандай екенін түсінді. Ол қалаған жеріне еркін бара алады. Дүкендер мен мейрамханалардың есігі ол үшін айқара ашық. Ақтармен сөйлесу қарапайым жағдай. Өмірінде алғаш рет ол өзін еркін адам ретінде сезінеді. Алайда ол өз отанына оралуға мәжбүр. Елінің атақ даңқын қорғап, алтын алқа келгеніне қарамастан, ол бәрібір екінші санаттағы адам. Оның алған алтыны елде бір тиынға да маңызды емес. Мен мейрамханаға кіріп чизбургер алғым келді. Даяшы бізде негрлерге тыйым салынған деп жауап берді. Ал мен негр жемеймін. Маған чизбургер бер деп айттым. Осы оқиғадан кейін Кассиус өз алтын алқасын өзенге лақтырып жібереді. Мүмкін ол сол жерде әлі де жатқан шығар. Кассиустың сегрегация мен ақ адамдарға деген жек көрушілігі күн сайын артып келеді. Енді оқиғаны шамалы артқа айналдырып, Кассиустың өміріне үлкен әсер еткен адамға назар аударайық. Кассиус бокс үйірмесіне жазылмай тұрып, Бостонның жанындағы түрмеде 25 жасар қара нәсілді гангстер өз жазасын өтеп жатқан болатын. Бұл жігіт ауыр тағдырға ие. Оның отбасы талай рет Ку-клукс кланынан қашып, тұрғылықты жерін ауыстырған. 6 жасында әкесін трамвай астына нәсілшілдер итеріп жіберген. 12-сінде оның анасы психиатриялық ауруханаға түсіп, бала бірнеше асыраушы отбасылардың қолында болған. Осылайша ол Детройттағы қылмыстық топтарға қосылып, қызыл шаш лақабатын алған. Мектепті тастап, есірткі сатумен, тонаумен, азарттық ойындармен және жезөкшелерді саудалаумен айналысты. Алайда 46 жылы оның қылмыстық мансабы аяқталды. Ол ұрлық үстінде ұсталып, 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Бұл жігіттің есімі Малкольм Литл. Бүгінгі күні Малкольмді 20 ғасырдың басты қара адамы деп атайды. Алайда ол бұл атаққа жетпес бұрын қара нәсілді қылмыскер болған. Түрмеде Малкольм Джон Бэмбри есімді жігітпен танысады. Малкольмді ислам дінін қабылдауға итермелеген дәл осы адам. Бэмбри Малкольмді діни білімге жетелейді. Малкольмнің сөздік қоры артты, теологиямен айналысты
және Америкадағы қара адамдардың орны туралы ойлана бастайды. Малкольм түрмеде өзін бостандықта жүргеннен еркін екенін және бұның дұрыс емес екенін түсінеді. Бастапқыда Малкольм дінге қарсы болды. Бірақ уақыт өте келе ол исламды қабылдап, темекіден, шошқа етінен және есірткіден бір жолаға бас тартты. Түрмеде ол христиан діни қызметкерлермен дауласа бастайды. Сондықтан ол шайтан деген лақабатқа ие болды. Штаттардағы ең алғашқы қарапайым мешіт 20-шы жылдары ғана пайда болған. Америкада ислам діні қазірдің өзінде аса атақты емес. Оны 3,5 миллионнан астам адам ұстанады. Соның тек 20% ғана, яғни 700 мыңы қара нәсілді. Ал 100 жыл бұрын Америкадағы ислам одан да аз атаққа ие еді, әсіресе қаралар үшін. Бірақ неге көптеген спорт жұлдыздары мен басқа да танымал қара нәсілді адамдар исламды қабылдады? Біріншіден, ислам қара нәсілді үшін бұл христиандықты ұстанатын ақ адамға қарсы тұрудың бір белгісіндей. Сондай-ақ исламда ұлтқа, түске бөліну жоқ. Екінші себеп исламның артында тұрған жарқын тұлғалар. Сондай тұлғалардың бірі Элайджа Мұхаммед. Ол ислам ұлт ұйымын басқарады. Элайджа Кассиусқа әсер еткен тағы бір маңызды кейіпкер. Элайджа айналасына адамдарды жинай алатындай харизмаға ие. Қара адамдар бір дінді ұстана отырып топтасқаннан ұжымдық күшті сезінді. 400 жыл бойы құлдықта, содан кейін сегрегацияның құрбаны болған қаралар исламды ұстана отырып, өздерін ақтардан кем еместе адам екенін түсінеді. Құрбандық сезімінің орнына мақтаныш сезімі оянады. Қара мұсылмандар, біздің мәдениетіміз бар, ең әдемі әйелдеріміз бар, өзара көмек, бірлік бар деп бас көтерді. Элайджа өздерін кезінде құл қылған ақтардың дінінен бас тартып, жаппай исламды қабылдауға шақырды. Сонымен, түрмеден шыққан Малкольм Элайджаның ислам ұлт ұйымына қосылады. Ол өзінің Литл деген тегін X деп өзгертті. Уақыт өте келе Малкольм Элайджаның оң қолына айналады. Малкольм бірнеше жыл бойы күніне 5 сағатқа жуық уағыз айтты. Ол исламға барынша көп қараларды шақыруға тырысады. Уағызшы рөлінде ол керемет көрінді. Ұзын бойлы, шешен тілді, өзіне сенімді, әрқашан классикалық киімде. Оның сөздерін жүздеген мың американдықтар тыңдады. Малкольм X-тің келуімен ислам ұлт ұйымы өсе бастайды. Исламға қатысы жоқтардың өзі мұсылмандардың бауырластығына тәнті болды. Сондай адамдардың қатарында Кентуккиден шыққан біздің кейіпкеріміз Кассиус Клей де бар. Олимпиадада жеңіске жеткеннен кейін Кассиус бокспен кәсіби түрде айналысуға шешім қабылдайды. Яғни ақша үшін және қатаң ережелермен. Римнен 3 қара олимпиада чемпионы келді. Бірақ Кассиус басқалардан ерекшеленді. Ең алдымен оның қалай және не жайлы сөйлегені ерекше. Әр жекпе-жектің алдында ол журналистерге өзінің ең ұлы екенін айтты. Оған басқалардың өзі туралы не ойлағаны қызық болған жоқ. Мен өзім қалағандай боламын және өзім қалағандай ойлайтын боламын. Барлығына қоса Кассиус кез келген жерде өзінің әдемілігі жайлы айтатын. Оған дейін ешбір қара нәсілді спортшы өзін әдемі деп атаған емес. Егер сіз менің бетіме қарасаңыз, сұлу екенімді байқайсыз. Басқа боксшылардың мұрны осындай, құлағы осындай. Чемпион қалайсың деп жүреді. Кассиус бокс тарихындағы ең шешен спортшы деп аталғаны бекер емес. Көбелектей қанат қақ, ара сияқты шақ. Егер сен мені жеңуді армандасаң, ұйқыңнан тұрып, кешірім сұрағаның жөн. Қазір қиналып, қалған өміріңде чемпион болып өткіз. Ғаламтор Кассиустың осы секілді мотивациялық дәйек сөздеріне толы. Рингте де ол ауыр соққысымен немесе техникамен емес, өзінің ерекше мінезімен елді таңғалдырды. Мысалға, оның аңызға айналған, бірақ жекпе-жекте пайдасы жоқ аяқтармен жасалған биі. Ол рингте нағыз шоу көрсетті. Ал шоуға айналған бокс көпшілікке ұнайды. Тағы бір мысалға назар аударайық. Кассиусты Майкл Доукс рингтің бұрышына қысқан сәт. Басқа боксшы бұл сәтте бұрыштан сытылып шығуға әрекет жасайды. Алайда Кассиус қарапайым боксшы емес. 10 секунд ішінде ол 21 соққыдан жалтарып, ойнақы би билеп, қарсыласын мазақ етеді. Осы тұста Кассиустың қарапайым мақтаншақ емес екенін түсінеміз. Ол әрбір айтылған сөзін іспен дәлелдеді. Егер басқаша болғанда, ол ешқашан ұлы болмас еді. Кассиус ерекше боксшы. Оның ерекшелігі аяқпен жұмыс, төзімділік, ептілік және таңғажайып жылдамдық. Мен өте жылдаммын. Менің соққымды көру үшін осылай қарауың керек. Әйтпесе не болғанын түсіне алмайсың. Алайда экранда мақтаншақ болған Кассиус шын өмірде мүлдем басқаша өмір сүрді. Себебі ол 59 жылдан бері ислам ұлты ұйымымен тығыз байланысты. Бірақ бұны ешкім білмеуі керек. Кассиус осы ұйымнан ақ адамның жұмағы, бұл тозақ деп аталатын жазба алады. Ол жазбада ақ адамдар африкалықтарды қалай тонағаны, зорлағаны және өлтіргені жайлы айтылған.
жазбадағы сөздер боксшының жанына жақын еді. Өйткені әннің сөздері оның бала кезінен ойлағанымен сәйкес келеді. Ол өз елінің рухын әлемдік ареналарда көтеріп жүр, бірақ елінде ол адам ретінде саналмайды. Оның шыдамдылығы соңына жетті. 61 жылы Кассиус Клей Майамиге жаттығуға барады. Сонда ол кездейсоқ қара мұсылманмен достасады. Мұсылман жігіт Кассиуспен бірге жаттығуларға барды, ал бос уақыттарында екеуі ислам жайлы сөйлеседі. Спортшы исламды қабылдаған жоқ, бірақ бұл діннің идеялары оған жақын еді. Бірде Кассиус тамақтануға ресторанға келеді. Дәл сол ресторанда діни іс-шара өтіп жатқан болатын. Осы кезде Кассиус алғаш рет айналасында 3 оққағары бар Малкольм Иксті көреді. Бір сәтте сахнаға уағызшы Элайджа шығып сөз сөйлейді. Ал тыңдармандардың барлығы бірдей киім киген қара нәсілді жігіттер. Бұл жиналыста қозғалған басты мәселе бөліну немесе өлім. Осы дәрістен кейін Кассиус мешітке жиі бара бастайды. Кассиус сәті келсе Малкольмнің уағыздарынан қалмайтын. 1963 жылы Кассиус Клейдің Даг Джонспен жекпе-жегі кезінде Малкольмнің өзі келді. Бұл ерекше жағдай, себебі ислам ұлты ұйымы боксты мүлдем қолдамайды. Осы жекпе-жектен кейін Малкольм Кассиуспен жақынырақ танысып, сөйлесе бастайды. Малкольм боксшы үшін нағыз рухани ұстаз болады. Спортшы өзінің беделін сезінді, ал Икс оның атақ даңқы арқылы исламды жақсырақ таратуға болады деп сенді. Алайда Кассиустың исламға келгені туралы ешкім білмеуі тиіс. Боксшының демеушілері жас жұлдыздың ислам ұлтымен байланысты болғанын қаламады. 60 жылдардың басында қара нәсілді адамдардың құқықтары үшін қозғалыс күн сайын күшеюде. Мартин Лютер Кинг өзінің ең танымал «Менің арманым бар» сөзімен халық алдына шықты. Көптеген адамдар сәл шыдасақ нәсілшілдік толығымен жойылады деп ойлады. Бірақ іс жүзінде бейбітшілікке жол әлі алыс еді. Себебі қаралар қанша тырысса да, Ку-клукс-кланның жауыздықтары, полицияның наразылықтарды қарудың күшімен басуы тоқтамады. Белсенділер шерулерде қанша сөз сөйлесе де, қоғам өзгергісі келмеді. Екеуінің көздегендері бір мақсат болса да, христиан Мартин Лютер Кинг пен мұсылман Малкольм Икс арасында алауыздық туындайды. Екеуінің де арманы бейбітшілік пен қаралардың құқығын қорғау, бірақ сол арманға жету жолдары бір-бірінен ерекшеленеді. Кинг бейбітшілікке жету үшін ақтарға қарсы шығып, қан төгіспеуіміз керек деп есептеді. Ал Малкольм Икс болса, өзімізді қарудың күшімен қорғауға жетпіз деп сенді. Әрине, ол ақтарды жойыңдар деген жоқ, бірақ кез келген сәтте жауап қайтаруға дайын болуға шақырды. Малкольм Икс пен Кинг өмірінде бір-ақ рет кездескенімен, олардың бүкіл қоғамдық мансабы, мақсаттар мен құралдар туралы үлкен пікір талас болып табылады. Малкольм Икс ақтар қараларды 400 жыл бойы құлдықта ұстағанын ұмытпауға шақырды. Кинг болса өткенді ұмытып, болашақ үшін ақтарды мейірімділік арқылы бейбітшілікке әкелуді көздеді. Уақыт өте келе Малкольм Икстің беделі мен атағы ұстазы Элайджадан асып түскенін бәрі түсінеді. Икс жас, жарқын және харизматикалық болды. Алайда Малкольм Икс президент Кеннедидің өлімінен кейін өзінің ең үлкен қателігін жасайды. Элайджа саяси сауатты әрекет етті. Ол ислам ұлтының атынан бүкіл елге көңіл айтты. Ал Малкольм Икс болса, не ексең соны жейсің. Бұл оқиға мені қатты қуантты деп айтады. Осы сөздерден кейін оның беделі түсті. Элайджа Малкольмге уағыз айтуға тыйым салады. Ол өзінің аңдамай айтқан сөздері үшін барлығынан шеттеліп, жалғыз қалды. Кассиус Малкольмнің ойын қолдайтын сирек адамдардың бірі еді. Сондықтан ол барлық өсектерге қарамастан Малкольммен көпшіліктің назарынан тыс жолығып жүреді. 64 жылдың басынан бастап Малкольм мен Кассиус Клей ең жақын дос. Жоқ, дос емес, тіпті бір отбасының мүшесіндей болады. Олар бір-біріне өте ұқсас. Ауыр балалық шақ, рухани жақындық және мінез. Олардың достығы шынайы. Оған дәлел Кассиустың Сони Листонмен жекпе-жегі. Бұл Кассиустың мансабындағы ең маңызды сәт. Кассиустың жеңіске жететініне ешкім сенбеді. Себебі Листон ауыр салмақ чемпионы және бұрынғы қылмыскер. Жекпе-жектің алдында Малкольм Кассиустың киім ауыстыратын бөлмесіне келіп, онымен бірге дұға етеді. Малкольм, Құдай сенімен бірге, сен міндетті түрде жеңіске жетесің деп Кассиусты шабыттандырады. Нәтижесінде бұл Кассиустың ең керемет жекпе-жегі болады. Жеңістен кейін Кассиус Клей Малкольм Икспен бірге ешкімнен жасырынбай балмұздақ жеуге кетті. Олардың фотосуреттері бүкіл елге тарайды. Кассиус Малкольммен бірге өзінің саяси мансабын да құра бастайды. Олар бірге Біріккен ұлттар ұйымына, кинотеатрларға, мұсылмандық іс-шараларға барады. Осы тұста барлығының көкейін бір сұрақ мазалады. Кассиус ислам ұлты ұйымына кірді ме, жоқ па? Бұл сұрақтың жауабы ФБР-де бар. Себебі олар ислам ұлтын және оның мүшелерін баяғыдан бақылап келеді.
Әрине, Малкольмнің бокстың жаңа жұлдызы Кассиуспен жасырын кездесулері жайлы да хабардар. Осы арада уағызшы Элайджа Кассиус Клеймен кездесіп, оған Мұхаммед Али есімін береді. Алайда журналистер 7 жыл бойы Мұхаммед Алиді жаңа есімімен атаудан бас тартып, өз мақалаларында оны Кассиус деп атайды. Бұл әрекет Мұхаммед Алиді қорлау мақсатында жасалды. Осылайша Мұхаммед Алидің өміріндегі ең қиын жекпе-жек Сони Листонмен емес, бұқаралық ақпарат құралдарымен болды. Мұхаммед Али бір сұхбатында былай дейді: "Мен Америкамын. Сіздердің кейбіреулеріңіз мені мойындағысы келмейді. Бірақ мойындауға тура келеді. Қара, сенімді, батыл. Бұл менің атым, сенікі емес. Менің дінім, сенікі емес." Кассиус Клей есімі ақ адамның есімі. Ол әрине құлдыққа қарсы болған адам, бірақ басында ол да құлдарды ұстаған жоқ па? Сондықтан Кассиус бұл есімнен бас тартты. Бізде Грейди, Клей, Хокинг, Смит, Джонс, Джонсон есімдері бар. Бірақ біз қарамыз. Бұл құлдардың есімдері. Мұхаммед Али әдемі, қара есім. Али өз есімін өзінің жетістіктерінен де қатты мақтан тұтты. Ол өзін Мұхаммед Али деп атағысы келмейтіндерді жек көрді. 67 жылы Али Эрни Террелмен жекпе-жек өткізді. Эрни оны тек Кассиус деп атап, намысына тиюге тырысады. Али қатты ашуланды. "Менің атым Мұхаммед Али. Сен осы есімді дәл рингтің ортасында әбден таяқ жеген кезде айтасың." Алидің Террелмен жекпе-жегі 15 раундқа созылды. Террел 15 раунд бойы таяқ жейді. Али жекпе-жек барысында: "Менің атым кім? Айт, менің атым кім?" деп айқайлаумен болды. Жекпе-жектен кейін Террелдің түрі арашақ қандай болып ісіп кетеді. Осы жекпе-жектің жазбасын көрсеңіз, Али Террелді әдейі тез жеңбегенін түсінесіз. Ол жай ғана 15 раунд бойы Террелді ұрып соғып, қорлағысы келді. Әрине, жекпе-жек Алидің жеңісімен аяқталды. Элайджа Алиге жаңа есім берген соң, екеуі жақсы араласа бастайды. Бірақ Элайджа Алиге Малкольм Икспен араласуға тыйым салады. Алидің алдында екі таңдау туындайды: рухани тәлімгер немесе ең жақын дос. Алидің сұхбатынан кейін оның таңдауы түсінікті болды. "Малкольмнің не істеп жүргенінде менің шаруам жоқ. Менің жетекшім Элайджа Мұхаммед." Али мен Малкольм араласуды тоқтатты. 64 жылдың көктемінде Али мен Икс Африкаға саяси іспен барған кезде әуежайда кездеседі. Малкольм Алимен бет көрісіп, сөйлесуге әрекет жасайды. Бірақ Мұхаммед Али: "Сен Элайджаға опасыздық жасадың. Сенімен сөйлескім келмейді" деп айтады. Осы жағдайдан кейін бұрынғы жақын достардың арасындағы барлық көпір бұзылғаны анық болады. Африкаға сапарынан кейін Малкольм Икс Элайджаның ілімінен барынша алшақтайды. Икс Меккеде болған кезде ақ адамдардың бәрі жаман емес екенін өз көзімен көреді. Содан кейін ол исламның барынша бейбітшіл нұсқасын қабылдайды және ақтарға деген жек көрінішінен айырылады. Ел көрген, жер көрген Малкольмның ой өрісі өзгереді. "Енді мен тек өз атымнан сөйлеймін. Бұрын Элайджа үшін сөйлеген едім. Элайджа бізге осыны үйретеді, анан үйретеді деп. Енді мен өзім не ойлайтынымды және өзім көрген нәрселер туралы ғана айтам." Малкольм неліктен ислам ұлты ұйымынан шыққанын айтқан кезде Америкада тағы бір шу шықты. Оның айтуынша, Элайджа мүлдем исламнан алыс адам. Оның 6 кәмелетке толмаған қыздан 8 баласы бар. Кейін белгілі болғандай, Элайджаның кем дегенде 22 баласы болған. Элайджа атына дақ түсірген Малкольмге қатты ашуланады және кек алуды көздейді. 1965 жылы 14 ақпанда белгісіз адамдар Малкольмның үйіне 2 молотов коктейлін лақтырады. Соның кесірінен Малкольмның 2 қызы ұйықтап жатқан бөлмеде өрт шығады. Бақытымызға орай бәрі жақсы аяқталды. Ешкім зардап шеккен жоқ. Сол күні Малкольм бұқаралық ақпарат құралдарында: "Менің үйіме шабуыл жасаған Мұхаммед Алидің ұстазы, Элайджаның адамдары. Олар сондай-ақ менің көлігімнің астына бомба да қойған." Осы оқиғадан небәрі бір апта өткен соң, Малкольм Икс қыздары мен әйелінің көзінше атып өлтіріледі. Кеудесіне, иығына, аяғы мен қолына 21 оқ атылды. Оқ атқан 3 қылмыскер қолға түскенде, олар ислам ұлты ұйымының мүшелері екені анықталады. Элайджа Мұхаммед біраз уақытқа жасырынды. Көп ұзамай ол көпшілік алдында ондаған оқ қағарларымен пайда болды. Сол кезде оның жанында Мұхаммед Али бар еді. Малкольмның жерлеу рәсімінен кейін Али: "Элайджа Мұхаммедке шабуыл жасаған кез келген адам өледі. Құдайдың елшісімен дауласқан адам жазадан құтыла алмайды" деп айтады. Мұхаммед Али исламға өзін кім әкелгенін, Листонмен жекпе-жек алдында онымен кім дұға еткенін, қоғамдық мансап құруға кім көмектескенін ұмытып кеткендей. Тек ондаған жылдар өткен соң, Алидің өзі Элайджаның қандай адам екенін білгеннен кейін ғана өзінің жақын досынан айырылғанын түсінеді. Али Малкольммен көзі тірі кезінде достығын қалпына келтірмегеніне өкінеді. Уақытында қолдаусыз, құрметсіз қалған Малкольм Икс бүгінгі таңда сыйлы адам.
Оның есімі жүздеген көшеге берілген және жыл сайын 19 мамыр күні Малкольм Икс күні атап өтіледі. Көптеген қара нәсілділер үшін ол әлі күнге дейін ғасырдың басты адамы болып табылады. Ол елді құлдық санадан босатып, исламның бейбіт бағытын уағыздауға тырысқан. Мұхаммед Али досы қайтыс болған соң қиын жағдайға түсті. Себебі Малкольмді қолдайтындар Алиден теріс бұрылды. Ал жауыздық пен ұлтшылдықты насихаттайтын Элайджаның жаулары көбейді. 70 жылдары Али Қара пантералар ұйымын көпшілік алдында қолдайды. Қара пантералар ұйымының пайда болу тарихы қарапайым. Олардың мақсаты ақтардың зорлық-зомбылығынан қараларды қорғау. Олардың басқа ұйымдардан басты айырмашылығы қару-жарақпен жүруінде. Олар заңдарды зерттеп, қолдарына мылтық алып, көшелерді қарауылдап жүреді. Бұл қарулы шерулердің мақсаты тәртіп сақшыларын қорқыту және моральдық тұрғыдан басу. Олар өздерінің күшін көпшілікке көрсетіп, теңдікке қол жеткізуді көздейді. Ресми түрде пантералар қылмыскер болып есептелмеді. Бәрі заң аясында. Негізі пантералар ислам ұлтынан шабыт алған. Тура ислам ұлтындағыдай бірыңғай стильді киім, шерулер және қарсылық көрсетуге дайындық. Қара пантера атауының қара сөзі нәсілді білдіреді. Ал пантера Африканың жануары және тек өзіне қауіп төндіргенге шабуыл жасайды. Алайда бұл ұйымды ФБР тез арада жоқ қылады. Дәл қырғи қабақ соғысы кезінде пайда болған коммунистік қара пантера ұйымы мемлекетке керек емес еді. Алидің осындай ұйымды қолдағаны аса жақсы шешім болған жоқ. Бірақ осы жылдар туындаған басты мәселе Алидің әскери қызметке деген көзқарасы. 64 жылы Мұхаммед Алиге әскерге шақыру келеді. Али физикалық жағдайы бойынша әскерге керемет сай келеді. Бірақ ол ақыл ойын тексеретін сынақтан құлайды. Алидің санасы төмен дегенге сену қиын. Ол мұны әдейі жасаған. Осылайша Мұхаммед Али уақытша әскерге жарамсыз деп танылды және ол бокс шыңын бағындыруды жалғастырды. Бірақ 2 жылдан кейін ол тағы да әскерге шақырылады. Сол кезде Вьетнамдағы соғыс қайнап жатқан болатын. Бірақ Али көпшілік алдында тұрып, ешқашан Азияға соғысуға бармайтынын мәлімдейді. Барлығы оны райынан қайтаруға тырысты. Егер ол соғысқа барса, қолына қару алып алдыңғы қатарда жүрмейтіні, тек базаларды аралап, сарбаздарды рухтандыратын сөздер айтатыны анық. Бірақ Али өз дегенінен қайтпайды. Вьетнамдықтар маған еш нәрсе жасаған жоқ. Олар мені негр деп атаған жоқ. Құқықтарымды шектемеді. Ата-бабамды құлдыққа салмады. Мен сонда неге баруым керек 10 000 шақырым асып? Кедей, бақытсыз адамдарды өлтіру үшін бе? Не үшін? Одан да түрмеде өлгенім артық. Осы жағдайдан кейін мемлекетіне опасыздық жасады, елін сатты деген айып тағылып, Алидің мансабына тоқтау қойылды. Ол енді рингте өнер көрсете алмайды. Содан кейін Esquire журналындағы аңызға айналған мұқаба пайда болды. Онда Али әулие Себастьянға пародия жасайды. Енді Али өз заманында атақ даңқына қарамастан қандай қиын жағдайда болғанын елестетіп көріңіз. Бүгін Мұхаммед Алиді ең ұлы деп айту оңай. Бірақ сол кезде ол қара нәсілді мұсылман болды. Ислам ұлтын, қара пантераларды қолдады және туған мемлекеті үшін соғысудан бас тартты. Оны бүкіл ел жек көрді. Вьетнамдағы соғыс аяқталғаннан 5 жыл өткен соң, Алидің шала істері ел арасында ұмытылып, қайтадан сұхбаттарға шақырыла бастады. Көпшілік алдында қайта пайда болған Али қаралардың құқығы үшін күресін жалғастырды. Индонезиядағылар осы мемлекеттен болғаны үшін индонезиялықтар деп аталады. Жапондықтар Жапониядан, австралиялықтар Австралиядан. Бірақ негр деп аталатын ел жоқ. Нәтижесінде Али Малкольм сияқты Меккеге қажылық жасайды. Элайджа қайтыс болғаннан кейін Мұхаммед Али ақыры исламның бейбітшіл бағытын ұстанады және ақтарға деген жек көру сезімін ұмытады. Айта кету керек, ислам ұлты ұйымы үйреншікті исламнан басқа заттарға да сенген. Мысалы, олар жерді кез келген уақытта жойып жібере алатын зымыран ғарышта ұшып жүр дегенге сенген. Вьетнамдағы соғыстың аяқталуымен Али ақыры бүкіл елдің ақпараттық өрісіне оралды. Ол үнемі ток-шоуларға қатысып, әртүрлі жаңалықтарға шықты. Мысалы, мұнда ол мектеп оқушыларымен кездесуге келген. Тағы бір бағдарламада ол 18 жасар Майкл Джексонмен спарринг өткізеді. Али өзін шығармашылықтарда сынап көрді. Ол сурет салды, тіпті ән айтты. Сіз дәл қазір оның Stand By Me әнін YouTube-тан тыңдай аласыз. Көптеген адамдар Мұхаммедті алғашқы рэпер деп те атайды. This is the legend of Cassius Clay, the most beautiful fighter in the world today. Мансабының соңына таман бүкіл әлем Алидің ұлы екенін мойындаған кезде ол саясатқа қайта оралды. 78 жылы ол Мәскеуге келіп, зеңбірекпен суретке түсіп, Юрий Никулиннің қойылымын тамашалап, Брежневпен кездеседі. Америкада Али, Марлон Брандо және Стиви Уандермен бірге америкалық үндістердің құқықтары үшін күреседі. Ол қайырымдылыққа миллиондаған доллар жұмсайды.
90 жылдары Али Саддам Хусейнмен кездесті. Осы кездесуден кейін диктатор 15 американдық тұтқынды босатты. Ал 1994 жылы Мұхаммед Али Америка үкіметін Руандадан келген босқындарға көмектесуге шақырады. Осы кездері Мұхаммед Али емделмейтін ауруға шалдыққан. 40 жасар Али Паркинсон ауруына тап болды. Содан кейін ол Конгресті осы ауруды зерттеу үшін көбірек қаражат бөлуге көндірді. Ауру сырқатына қарамастан ол өзін нағыз чемпиондай ұстады. Тіпті 96 жылы Атлантадағы Олимпиаданың ашылуына қатысты. 11 қыркүйекте болған теракт Алидің көңіліне қатты тиді. Адамдар шындықты білуі керек. Ислам бейбітшіл дін. Ол кісі өлтіру мен террорға қарсы. Исламды жамылып, жамандық жасаған адамдар дұрыс емес. Жыл өткен сайын Алидің жағдайы нашарлады. Ол аз және тыныш сөйлейді. Бірақ бәрібір іс-шараларға қатысты. Боксшылармен кездесті және баласының көмегімен өзі туралы кітап жазды. 2016 жылы 74 жасар аңыз адам дүниеден озды. Бүкіл әлем бойынша жерлеу рәсімін 1 миллиард адам теледидардан бақылайды. Оның Голливудтағы даңқ аллеясындағы жұлдызы қабырғаға орнатылған жалғыз жұлдыз. Себебі чемпион Мұхаммед есімін аяқ асты қылуды қаламады. Егер сіз ғаламторда 20 ғасырдағы аңыз адамдардың тізімін ашсаңыз, онда міндетті түрде Мұхаммед Али болады. Ол спортшы, қара нәсілді, чемпион, мұсылман, саяси белсенді және ең бастысы адам. Али ұзақ жылдар бойы жан тыныштығын таба алмайды. Алайда уақыт өте келе, ол өзінің жолын анық көрді, қабылдады. Мұхаммед Алидің арқасында ислам Америкада атаққа ие болды. Дэйв Шапелл, Ice Cube және Шакил О'Нилдің ислам дінін ұстауы сөзсіз ұлы Алидің еңбегі. Мұхаммед Али қара адамдардың өздері туралы ойларының жоғарылауына әсер етті. Бірақ рухани ағасы Малкольм оған көмектеспесе, Алидің қолынан бұның бәрі келмес еді. Осымен құрметті көрермен, бүгінгі шығарылым соңына жетті. Сіздерге бұл деректі фильм ұнады деген ойдамын. Егер расымен де солай болған болса, лүпілдеріңізді басып, пікірлеріңізді жазып, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Сондай-ақ менің Бусти арнама қонақ болуды ұмытпаңыздар. Сіздерді сонда күтем. Сіздермен бірге болған сол баяғы Шакамуро. Келесі шығарылымдарда кездескенше, қош сау болыңыздар.